Selam dostlar, men kanalıma hoş geldiңiздер. Biz бүгін осындай шахмат торт дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Үйдегі бар заттармен дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте жұмсақ болып шығады. Дәмді. Менің отбасыма ұнады. Сіз де міндетті түрде жасап қараңыз. Сізге ұнайды деген ойдамын. Кескенде өте жұмсақ, және арасы осындай әдемі шахмат тәрізді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бізге қажетті заттар: 3 жұмыртқа, ақ уызы мен сары уызын ажыратып аласыздар. Содан кейін ұн, тұз, қопсытқыш, сұйық май, сүт және қант қажет. Ең алдымен 3 жұмыртқаның ақ уызын кішкене миксерлейміз. Азғантай ғана тұз саламыз. Енді осылай кішкене көпіршік бастаған кезде қантымыз саламыз. Қантымызды бөліп салуымыз қажет, аз-аздан. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Осылай аппақ болған кезде 3 жұмыртқаның сары уызын саламыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді ағаш таяқшамен араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Бұл жерде миксерлеуге болмайды, себебі ұнымыз басылып қалады. Енді азғантай сүт құямыз. Тағы да араластырамыз. Енді ұнымызға 1 қасық қопсытқыш саламыз. Ұнымызды ситадан өткізіп саламыз. Енді жайлап астынан үстіне қарай осылай араластырамыз. Тағы да ұнымыз саламыз. Ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп салған дұрыс. Пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Бұл біздің бірінші бисквитіміз ақ болып шығады. Енді екінші бисквит дайындаймыз. Оны жасалу жолы дәл осылай 3 жұмыртқа, сұйық май, шекер салып, барлығын бірінші видеодағыдай араластырып аласыздар. Ең соңында ұнға 1 қасық қопсытқыш және 20 грамм какао саласыз. Біз екінші шоколадный бисквит дайындауымыз қажет. Енді ұнымыз саламыз. Тағы жақсылап араластырамыз. Екінші бисквиттің граммдары барлығы да бірдей бірінші бисквитпен. Тек қана бұл жерде айырмашылық какао саласыз. Тағы да ұнымыз салып араластырамыз. Пешімізді қыздырып қоямыз.
Bizim ikinci bisküvitimiz dayın. Yine tabağımıza kıyıp pişiremiz. Buna da del sola 180 gradusda 30 minut pişirip alamız. Endi birinchi chiqqan biskvitimizni suvgandan keyin arasin bo'lamiz. Osla tarelkani qo'yib, kesib chiqamiz, dal videodagidek qilib. Agar beti ko'tarib ketgan bo'lsa, o'shan kesib olib tashlaysiz. Osla 4 qator kesib chiqamiz. Yeni krem dayındayız. Yumsaq bölme temperaturasındağı mayda salamız. Onu жақсылап mikserleyimiz. Endi qo'yilib o'tirgan sütni quyamiz. Tadı жақсылап mikserleyimiz. Qo'yib bo'lgancha o'zi qo'yib bo'lib qoladi. Irimtiklari ketguncha mikserleyimiz qajit. Osымен kremimiz dayın. Yine ikinci bisküvitimizni del sola ortasından bölüp osla tarelkaмен kesip çıqasızlar. Uydagi baratçılarni foydalanasiz. Endi aq bilan qo'ng'irni osla videodagidek qilib ikkovini aralashtiramiz. O'rnidan osla austuruv qajit. Sonra bizde shaxmat tarzida to'rt chiqatib bo'ladi. Dayım bo'ldi. Qalan ikkovini dal oslay avustirasizlar. Endi kremimizni jag'amiz. Eng birinchi aslida jiyiga qo'ng'irni jibiramiz. Odan keyin ikkinchi qatorga jiyiga aqtirni jibirasiz. Solay aralashtirib solib qo'yasiz. So'g'an muqaddam bo'lingizlar. Dayın kalaniki bir somit qilib qo'yamiz. Endi qog'ozni 3-4 ko'zini qiyib olib, dal osla qo'yib chiqasizlar qator-qatormen. So'sin osla videodagidek o'rtasidan ben olib chiqasizlar. Betini sandiyoga. Endi kelish joyida barliq osla qo'yib chiqasiz. So'sin arasına jiyekten alib o'tirasizlar. Sonda bizde o'zini adiyemi to'rga chiqadi. Endi betini yelekli kakao sevamiz.
Енді жайлап осылай алып тастайсыздар. Барлығын алып тастау қажет. Енді қағазымызды какаоға себілгеннің үстіне қоюымыз қажет. Осылай тағы қойып шығасыздар. Ақ жерге қоюға болмайды. Міндетті түрде себілген үстіне осылай қойып шығасыздар. Сонда әдемі болып шығады. Енді тағы да барлығымыздан какао себеміз. Енді қағазымызды алып тастауымыз керек, жайлап алу қажет. Какао шашырап кетпеу қажет. Осымен біздің тортымыз дайын. Қаланикке 110 минутқа қалдырасыздар. Міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Өте әдемі, сондай дәмді болып шығады. Сендер ұнайтынына мен сенімдімін. Және мен каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Мен күнде жаңа видеомен бөлісіп отыратын боламын алдағы уақытта. Міне арасы осында әдемі болып шығады. Шахмат тәріздес. Кескенде өте жұмсақ. Мен отбасыма ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіз, және менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Сендермен болған Жанат. Ас болсын.